Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен осы көктем мезгілінде, осы біздің гүлдерімізге өте қажет бір дәріханаларда сатылатын дәрілерден біз қалай қоспа жасап, осы гүлдерге беретінімізді айтатын боламыз. Енді біздің бірінші беретін қоспа дәріміз ол фурацилин. Бұл фурацилинді бәріміз білеміз. Бұл фурацилин дәріханада ондай қымбат тұрмайды. Енді бұл фурацилиннің қандай пайдасы бар? Мысалға біз ауырғанда, тамағымызға салқын тиіп ауырғанда, я бір жара жуғанда осы фурацилинді пайдаланамыз. Өйткені бұл фурацилин көптеген бактерияларды жояды, және де бұл фурацилинді біз гүлдерге де пайдалансақ болады екен. Гүлдерді зиянды зиянкестерден бұл қорғайды екен, және де зиянкестер фурацилинді жақтырмайды. Сондықтан да фурацилинмен осы гүлді залалсыздандырып отырсақ болады. Зиянкестер бұл фурацилинді жақтырмайды. Сондықтан да егер де сіздердің осы гүлдеріңізде зиянкестер болатын болса, осы фурацилині бар суды құйсаңыздар, ол зиянкестер жойылады, және де жоламайтын болады. Және де біз сатып әкелген гүлдерді де алдын ала осы фурацилинді құйып, фурацилинмен залалсыздандырып отырсақ жақсы болады. Екінші біздің дәрілік қоспамыз ол янтарная кислота, янтарь қышқылы. Біз бұл янтарь қышқылын 2 түйірін немесе 5 түйірін салуға болады. Мен 3 түйір ғана дәрі аламын. Оны жақсылап тұрып езіп, тұнған жылы суға жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл янтарь қышқылы біз менің осы YouTube каналымда осы янтарь қышқылы немесе янтарин жайлы айтылған көптеген осы қоспа туралы түсірілген менің видеоларым бар. Соны көрсеңіздер болады. Енді ол видеолар көбінесе янтарин туралы айтылды. Қазір осы янтарь қышқылы туралы мен сіздерге осы гүлдерге оның қандай пайдасы бар, соны сіздерге көрсеткім келіп отыр. Енді бұл янтарь қышқылының гүлдерге пайдасы, осы янтарь қышқылының арқасында бұл гүлдер жақсы тамыр жайып, тамырлары қатайып, көбейе бастайды. Гүлдің өсуі артады, гүлдің иммунитеті көтеріледі, және де гүлдер тіріліп, жанданып, жапырақтары, өскіндері көбейе бастайды. Бұл янтарин гүлдерге өте қажет. Өйткені осы көктем мезгілінде өте әлсіреп тұрған гүлдерге өте жақсы күш береді бұл янтарь қышқылы. Жаңа мен айтып кеткен бірінші дәрілік қоспа фурацилинді айына 1 рет берсек болады. Ал мына янтарь қышқылын 2 жетте 1 рет немесе 1 жетте 1 рет осы көктем мезгілінде гүлдерге беріп, гүлдерді күшейтіп алсақ болады. Енді мынау сіздердің алдарыңызда герань гүлі. Бұл герань гүлді мен өткенде бір күн жылынғанда күнге шығарып қойғанмын далаға. Одан кейін күн салқындап кетті. Оны қайттан ішке кіргіздім. Сөйтіп бұл көлеңкеде қалып қойды. Тым жақсы өсіп келе жатыр еді. Сонымен осындай болып түрлері кетіп қалды. Енді осыны янтарь қышқылымен емдеп аламыз. Міне мен сіздерге осы гүлдерге пайдалы қоспа туралы айттым. Егер де видео пайдалы болса, сіздер де жасап көріңіздер. Бұл өте пайдалы қоспалар. Сіздермен болған бақыт. Сау саламатта болыңыздар.